Қайырлы күн, құрметті серіктес. Егер қандай да бір позиция бойынша қайтарым жасау керек болса, оны жеке кабинетте жасай аласыз. Ол үшін мәзірде касса бөлімін басыңыз. Кейін төлемдер тарихы бөлімін таңдаңыз. Қажетті тапсырысты тез әрі тиімді табу үшін сүзгіні баптаңыз, керек күнді таңдаңыз, филиалды таңдаңыз. Сондай-ақ кассалық жүйедегі тапсырыстың ішкі нөмірін енгізе аласыз. Сүзгіні баптаған соң қолдану түймесін басыңыз, сонда сізге керек тапсырыс шығады. Қайтарым жасау керек тапсырысты басыңыз. Қажетті тапсырысты басыңыз. Экранның төменгі жағында қайтарым жасау деген жолақ шығады. Соны басыңыз. Маңызды, егер қайтарымды Чоко бизнесте жасасаңыз, оны өзіңіздің кассалық жүйеңізде де жасауыңыз керек. Егер мұны жасамасаңыз, есептерді салыстырғанда арамызда айырмашылық болады. Белгілі бір позиция бойынша қайтарым жасау үшін оны тауып плюс белгісін басыңыз. Сома сіз жақтан автоматты түрде шығады. Тек қайтарым себебін көрсету керек.